Сіздермен достар, бүгін біз 688-ші есепті шығаратын боламыз. Жанармай сататын станция барлық жанармайдың бірінші күні 25-тен 7-сін, екінші күні қалғанының 3-тен 1-ін сатқанда, онда 4,5-тен 4 тонна жанармай қалды. Жанармай сататын станцияда барлығы неше тонна жанармай болған? Бірінші осындай сызық сызамыз. Бізде бірінші күндікі 7х бөлу 25 екен. Ал қалғаны бізде 18х бөлу 25 екен. Енді біз екінші күндігін табу үшін 18х бөлу 25-ті 3-тен 1-ге көбейтуіміз керек. 18-ді 3-ке қысқартсақ 6 болады, 3-ті 3-ке қысқартсақ 1 болады. Сонда 6-ны 1-ге көбейтсек 6х, 25-ті 1-ге көбейтсек 25 болады. Ал бізде қалғаны 5-тен 24 дейді. Яғни 4,5-тен 4-ті бұрыс бөлшекке айналдырсақ 5-тен 24 болады. Х тең 25-тен 7х қосылған 25-тен 6х қосылған 5-тен 24. 25х тең 7х қосылған 6х қосылған 120. Яғни біз бұл жерде 5-ке көбейтеміз, сонда 120 шығады. Енді 25х-тан азайтамыз 7х-ті және 6х-ті азайтамыз, тең 120. Енді біз 25х-тен 13х-ті азайтсақ, бізде 12х қалады. 12х тең 120. Енді х табу үшін 120-ны 12-ге бөлеміз. Х тең 12-ден 120. Сонда бізде х тең 10 болады, 10 тонна болады. Сонда жауап бізде 10 тонна.